Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы театр фестивальдары. Сабақтың мақсаты мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды қысқаша түртіп жазып алу. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау. Үшінші тақырып 5-6 сабақтар. Бірінші тапсырма. Театр фестивальдары драмалық шығармалар мен театр өнерінің мерекесі. Қазақстанда көптеген театр фестивальдары өтеді. Онда әйгілі әртістер жиналады. Олар тәжірибе бөліседі. Театр фестивальдары Шәкен Айманов, Асқар Тоқпанов, Әзербайжан Мамбетов және тағы да басқа атақты режиссерлер мен Әлжаппар Әбішев, Әкім Тарази, Шерхан Мұртаза, Дулат Исабеков, Нұрлан Оразалин және тағы да басқа драматургтердің еңбектерін насихаттайды. Тыңдаған аудио мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: мәтінде не туралы айтылды? Екінші сұрақ: мәтінде театр өнерінің қандай мерекесі туралы сөз болды? Үшінші сұрақ: театр фестивальдарының мақсаты қандай? 4. Келесі тапсырма. Бірінші: мәтінге ат қой. Екінші: мәтіннің негізгі идеясын жаз. Үшінші: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықта. Төртінші: мәтіндегі ең басты 10 тірек сөзді жаз. Дескриптор: мәтінді тыңдайды, түсінеді, 1 балл. Сұрақтарға жауап береді, 1 балл. Мәтінге ат қояды, 1 балл. Мәтіннің негізгі идеясын жазады, 1 балл. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты табады, 2 балл. 10 тірек сөзді табады, 1 балл. Жазылым тапсырмасы. 7-ші тапсырма. 3 нұсқаның ішінен қажетті сөзді таңдап жаз. Ең 3 сөздің біреуін таңдап жазамыз. Ең фестивальдардың бірі театр фестивальдары. Фестивальді көрушілер, шешушілер, ұйымдастырушылар біреуін таңдаймыз. Халыққа театр өнерін түсіндіруді көздейді. Театр қандай? Қасиетті, көрікті, белгілі әрі құдіретті өнер. Фестиваль театр өнерінің қасиеті мен құдіретін не істеуді көздейді? Суреттеуді, ұғындыруды, қызықтыруды көздейді. Театр фестивальдары жас драматургтер мен әртістерді не істейді? Ынталандырады, шақырады, өткізеді. Фестивальда театр әртістері, суретшілері, сыншылары үшеуінің біреуін таңдаймыз. Мен, өнертанушылар қазы болады. Дескриптор кестесі. Сөйлемдерді жазады, 1 балл. 3 нұсқаның ішінен қажетті сөзді қойып жазады, 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.